Мен әжем не істеп жатыр екен, барып көріп келейінші. Әже, мені сабақтан пейіс алдым, әже. Әже, маған қараңызшы, не болды сізге? Мені неге тыңдамайсыз? Әләлә, мен сіздің басыңызға мініп алам мұнда. Мен түспеймін, енді айтып, енді сіздің басыңыздан түспеймін. Лә-лә-лә. Әже, ұрса бермеңізші маған. Сен неткен жексұрын боласың, қойсаңшы, принц болды. Мені шаршатып біттің сен. Мені өзі семіре алмай жүргенімде қойшы, принц. Әже, сізге семірген емес, сізге арықтау керек. Бетіңіз табақтай, қарныңыз қабақтай деген секілді ғой. Енді әже, артық айтсам кешіріңіз, бірақ сіз осырған кезде үйді алып кетесіз ғой, білесіз бе соны? Сіз деген не деген сасық адамсыз, а? Осылайша принц әжесінің ашуына тимеуден тайынбады. Себебі принц өте бұзық бала болатын. Содан соң принц әжесінен әрдайым қашып жүріп ұсталып қала береді. Әжесі әрдайым оны осырып жүріп қуып, тұншықтырып ұстап алатын. Ал әжесі күндердің бір күні терезелердің барлығын іліп қойып, принцті осырып қуып жүрген болатын. Міне кезекті ұсталыс. Принц қаша ала ма екен? Достар, принцтің қашуына бірге көмектесейік. Видеоға лайк басыңдар. Ассалаумағалейкум достар. Міне сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай, біз принцтің қабақтай, беті табақтай әжесінен қашуға көмектесетін боламыз. Достар, сіздер де принцтің қабақтай әжесіне қашуына көмек бере аласыздар. Видеоға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Так, біз байқатпай шығып кетейік, достар. Принцтің әжесі көрген жоқ бізді. Есікті қараңыздар, теуіп ашып жатыр ғой принцтің деген қандай алапат күшке ие, достар. Кәдімгідей, ё-моё. Достар, смело лайк. Бұндай қызық видеоға қалай лайк баспаймыз, достар? Смело лайк. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Так. Я, достар, маған қолдау ретінде лайк басып кетіңіздер. Ол өте дұрыс айтады. Достар, енді мен принц көмек сұрап келіп тұрғанда мен өте енді білмедім. Көмектесе алмай тұра алмадым, достар. Көмектесуге тура келіп жатыр. Принц енді әжең енді білеміз, енді түсінігі мол жан екен, жақсы. Так, енді достар, мына жерде есіктер ашылмайды екен. Жақсылап бақылап алдық. Достар, енді қабақтай әжеден қашатын сәт келді десеңші. Достар, енді принц енді өзіңнен бір-екі ауыз сөз болса. Менің әжем өте өздеріңіз көріп тұрғандай кішкене семіздеу, бірақ кішкене деуге де келмейді. Кішкене емес, кәдімгідей семіз ғой, арықтату керек. Ой, әже! Принц, сен ол жағын түк уайымдама. Сенің әжеңді арықтатамыз. Арық фигурный қыламыз. Так, мына жерді қалып тұрайық. Жоқ, принцтің әжесінің семіз болғанымен, қабақтай болғанымен көзі өте жақсы көреді екен. Бізді көріп қойды. Так, басамыз, қараңыздар. Қашамыз ғой, көрдіңіздер ма, достар? Принцтің әжесінің слабый жері ол жүгіре алмау, достар. Көрдіңіздер ма, ол жүгіре алмайды, себебі салмақ қой, салмақты көтере алмағаннан кейін өте қиын болады, достар. Өздеріңіз ойланып көріңіздерші, 100 килограмм. Так, енді басымыз істесе, міне осылай міне мынандайды қою керек, и үстінен поп етіп сепіп өтіп кетеміз ғой. Қараңыздар, достар, паркур ғой, бұның бәрі бас қой, достар. Енді бұның бәрі бас. Енді бас семіз адамдардың басы істемейді дегендей, принцтің әжесінің басы істемей ма, оны алдағы видеода көретін боламыз, достар. Так, мына жерден енді төбе жақтан ашылмай ма, соны тексеріп жатырмын. Но ашылмайтын секілді. Так, мына коробкамен ашу керек, есік ашылмайды екен. Достар, видеоны аяғына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп кетіңдер, лайк басыңдар. Мен әжемнен қашып қай жаққа барсам екен, сіздер соны комментарийге жазып кетіңіздер, достар. Так, міне мына жерде қобдишалардан секіріп өте алмай жатырмын. Үшінші қобдишаны міндетті түрде қою керек секілді. Менің ойымша өте дұрыс шешім. Так, енді мынаны ашу бізге қатты кедергі емес. Әжем келмейді екен. Жоқ, бірақ айтпашы, мынаның ішіне әжем сыймайды ғой. Достар, менің әжем қанша килограмм екен? Сіздер соны комментарийге жазып кетіңіздер. Көреміз енді, кім табады екен, кім таппайды екен. Мен өзімге қызық. Теу жібереміз ғой, достар, көрдіңіздер ма? Мына жер ашылды ма? Жоқ, кран ашылмайды екен, достар. Осы жерден паркур жасау керек екен, достар.
Енді мына маған көмектесіп жатқан ағайға рахмет. Сіздер лайк басып видеоны көріп жатқан болсаңыздар, достар, сіздерге де рахмет. Себебі менің қашуыма мотивация беріп жатсыздар. Менің қашуыма деген үлкен мотивация. Менің каналымды дамытсаңыздар, үлкен мотивация, достар. Сондықтан, егер де сіздер менің каналымның дамуына үлес қоссаңыздар, сіздерге де рахмет. Ал мына ағайға үлкен рахмет. Себебі бұл ағай менің әжемнен, қабақтай әжемнен қашуыма көмектесіп жатыр, достар. Әже, қойшы. Так, әжені атайық, достар. Қараңыздар. Мен енді әжемен, әже, ля-ля-ля, әже, мен саған су себем, үстіңді су соғылам, әже. Осыра бермеш, бірақ әже. Қойшы, осыра бермеш, қайта-қайта. Ай, принц, сен соңғы кездері менің осырғымның есіне қалмайтын болыпсың ғой. Жек сұрым неме, сен не деген немересің өзі, ай, принц, бері кел, мен сені қайтсем де ұстап алам. Әже, қойыңызшы, менің достарымның алдында позорымды шашпаңызшы. Менің басым айналып кетті, әже. Мен просто достарымның көзінше шыдап жатырмын. Ал, әже. Ай, әжеден қаштық, достар. Мынау не қашайшы, достар, бұл бөлмеден. Принц, енді әжемнен көрген қорлықтарың туралы бір-екі енді оқиғаларың болса, біздің достарымызға баяндап бер. Өзіме де қызық. Достар, айтсам сенбейсіздер. Әжем мен әрдайым мектептен келген соң артымнан қуалап жүріп, бағанағыдай енді не істеген солай істеп осырып, кешіріңіздер, терезенің барлығын жауып қойып, мен тұншықтырып, құлатып ұйықтатып тастай беретін, достар. Осы бөлмеде де мен қиналдым. Не деген сұмдық қорлық, иә, достар. Енді мына принцтің қашуына қалай көмектеспейміз, достар. Көмектесіп енді ат салысып жүрейік. Давай, принц, до конца. Принц, берген жігерлемек. Бағана қашып кеттің сен. Ай, жігерлемек берген. Мен сені қалай болмасын ұйықтатамын. Берген, жат мына жаққа. Принц, сен менің осырығыма талмаймын деп ойладың ба? Мен жұмыртқа жеп алдым, принц. Достар, мұрындарыңызды жауып қорғанып отырыңыздар. Ол жұмыртқа жеп алыпты. Жұмыртқа жеген кезде сіздер оны иісін сезбейсіздер ғой. Достар, мен қашуым керек. Қараңыздар, ай, мұрнымды жабайын десем жүгіріп жүрмін, достар. Қиналып кеттім ғой, достар. Достар, егер де видеоға лайк басыңыздар, келесі видеоны күтіңіздер, достар. Мен міндетті түрде әжеден әрі қарай қашатын боламын, достар. Достар, принцтің өмірі әрі қарай не болды? Әжеден қашты ма? Оны келесі видеода көресіздер. Сау болыңыздар.